Так, сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін математикадан ұлттық бірыңғай тестіге дайындық ретінде 1060-шы нұсқаның 3-ші бөлімін талдайық. 3-ші бөлімі 21-ші есептен басталады. Бот бітеді балалар. 21-ші есепте қосындының мәнін табыңыз дейді. Өрнекті амалды орындау керек қой кәдімгідей. Амалды орындаймыз, ол үшін біз қайтеміз балалар. Бұлай істейміз, Так. Мынау логарифм 4 негізді 27 қосылған 3 логарифм 4 негізді 3-тен 16 дейді. Оны бітіп жазуға болады. Логарифм 4 негізді 27 қосасың логарифм 4 негізді жақшаның ішінде 3-тен 16-ның куб дәрежесі деп бітіп жазуға болады. Енді бұл қосынды деген сөз, логарифмдердің қосындысы деген сөз, логарифмнің астындағы өрнектердің көбейтіндісі деген сөз. Сонда былай болады. Логарифм 4 негізді мына жерде бітіп жазуға болады. 27 көбейтесің мына жерде 16-ның кубы астында бөлесің 3-тің кубы да. Немесе бұл болады логарифм 4 негізді 27 дегеніміз как раз 3-тің кубы болады. 16-ның кубы дегеніміз бұны бітіп жазуға болады. 16 дегеніміз 4-тің квадраты ғой. Квадратының 3 дәрежесі деп жазуға болады. Астында 3-тің кубы бар. 3-тің кубы мен 3-тің кубы қысқарады. Енді мұнан бітіп жазуға болады. Логарифм 4 негізді 4-тің 6 дәрежесі болады. 6 дәрежені логарифмнің алдына шығаратын болсақ, логарифм 4 негізді 4. Ол бірге тең. Значит, бұл 6 деген санға тең болады. Жауабы С болады деңіз. Жауабы С болады. Так, енді есебіміз неше? 22, да? 22-ші есеп. Так, бітеді балалар, Төмендегі жауаптар ішінен теңдеудің шешімін көрсетіңіз дейді. Теңдеудің шешімі деген бірінші теңдеуді бұл косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа деген ғой. Ол косинус 2 альфаға тең болады, Косинус 2 альфаға тең болады, немесе мынаны былай жазуға болады. Косинус 2 көбейтілген 2 бөлінген 4 деп жазуға болады, Түбірасында 2-ден 1-ге. Бұлай қарай. Немесе мынау косинус 2 бөлінген 2, 4 бен 2 қысқарады ғой. Түбірасында 2-ден 1 деген сөз, Түбірасында 2-ден 1 деген сөз. Енді ары қарай жазатын болсақ, мұна немереге тең болады. Бұның x бөлінген 2 тең болады. X бөлінген 2 тең болады. Түбірасында 2-ден 1 немесе 2-ден түбірасында 2 дегеніміз ол косинус 45 градусқа тең болады, немесе пи бөлінген 4 болады. Сонда плюс минус пи бөлінген 4 болады. Периоды 2 пи-н, 2 пи-н. Енді қайтеміз x тау үшін көбейтеміз, 2 жағын бірде 2 көбейтеміз. Сонда мен жерде плюс минус пи бөлінген 2 болады. Жерінде қосылған 4 пи-н болады, 4 пи-н болады. Сонда жауабы осы болады екен, Жауабы сонда бірінші жауабы не болады? Д болады, да?
d болады. Енді екіншісінде градуспен жазатын болсақ, онда x тең болады плюс минус 90 градус, да, 90 градус плюс 4 пи деген пи 180-184-пен көбейсек 720 n деген келесі жауап болады. Ол бізде b болады, е, b болады. Дайылаттыңыз. Бұл 22-ші есеп, е. Біреу жауаптар ол қате жауаптар шығарған бала, қате шығарған деген сөз, е. Келесі 23-ші есеп, да. Төмендегі жауаптардың ішінен дейді, теңдеулер жүйесінің шешімдерін табыңыз дейді. Теңдеулер жүйесі берілген. Бұл жаңаға тригонометриялық теңдеудің дербес жағдайлары, е? Дербес жағдайлар. Бізде мысалы мынандай не бар болатын, е? Косинус x тең 1-ге тең болса, егер косинус x тең 1 болатын болса, бұдан x тең болады бізде 2πn деген жауап болу керек. 2πn. Ал егер косинус x минус 1-ге тең болатын болса, косинус x тең болады минус 1-ге тең болатын болса, бұл жерде x тең болады пи қосылған 2πn болады, да? 2πn деген болады. 2πn. Енді жазамыз. Сонда бірінші теңдеуден косинус x қосылған y дегенде сонда x қосылған y ол бізде плюс 1-ге тең болады десек, ол 2πn-ге тең болады, е? 2πn-ге тең болады. Ал x азайтылған y косинус осы бұрыштық минус 1-ге тең болатын болса, минус 1-де x бізде тең болады пи қосылған 2πn деген. Вот осындай болады екен, е? Енді осы жүйені құрайық бұланда, сосын кейін ең алдымен екеуін қосайық біріне-бірін. Қоссақ бізде 2x болады, y-тер кетіп қалады. Мына жерде екеуін қосқанда пи қосылған 4πn болады, е? Пи қосылған 4πn болады. Осыдан x табатын болсақ, пи бөлінген 2 қосылған 2πn болады, да? 2πn болады деңіз. Так, бірінші жауап осындай болды, е, біткен. Енді осыған сәйкес келетін y-ті табайық, е? Y-ті таптысақ, бірінші теңдеудің орнына қояйық, y тең болады. Ол немене болады? 2πn азайтылған x болады ғой. Енді орнына x-ті қоямыз, да? 2πn x-тің орнына қоямыз, пи бөлінген 2 азайтылған 2πn деп, 2πn деп. 2πn-дер кетеді, сонда бұл жерде қалады минус пи бөлінген 2 болады, е? Минус пи бөлінген 2 болады. Сонда бірінші жауабы x пи бөлінген 2-ге тең болады. Егер n-нің орнында 0-ды қоятын болсаң, онда просто пи бөлінген 2 қой, сонда бірінші жауабы д болады деңіз, е? Бірінші жауабы д болады деңіз. Сонда бізде y тең минус пи бөлінген 2 болды, да? Пи бөлінген 2, ал x плюс пи бөлінген 2-ге тең болды, е? Вот, бірінші жауап осы болды, да? Енді қайтеміз. Келесі былай істейік. Бұған енді y-ге давайте пи бөлінген 2-ні қосып берейік, е? Y-ге пи бөлінген 2-ні қосып берейік. То есть 2 пиді қосып берейік, е? Y жаңа минус пи бөлінген 2 ғой, осыған енді 2 пиді қосып берейік. X-ін қалтырайық екінші жағдайда. X просто пи бөлінген 2 болсын.
Ал y-ні жаңағы қосып береміз. Минус пи бөлінген 2 дегенде оған 2 пиді қосып беруге болады ғой. 2 пи. 2 пи дегеніміз ол период, когда n 0-ге тең 1-ге тең болғандағы, я. Бұдан жаңағы ортақ бөлім табатын болсаң, ортақ бөлімі 2. Не жерде сонда не болады? Маған 2-ден келеді 4 пи болады. 4 пи азайтылған пи. Немесе бұл 2-ден 3 пи болады, да? 2-ден 3 пи болады. Сонда x пи бөлінген 2, y-ге сонда бізде ол 3 пи бөлінген 2 болды, да? 3 пи бөлінген 2. Ол қайсы жауап болады? Ол бізде G болады, я? G болады. Так, енді үшінші жағдайда былай істейік. Бірінші x-ке периодын қосып берейік, я? X бізде немене болды? Пи бөлінген 2 болған, я? X-ке пи бөлінген 2. Оған қосайық, 2 пиді қосайық, да? Когда n 1-ге тең болды. 2 пиді қоссақ, мынау сонда 2, анау 4, 5 пи болады. Сонда x 2-ден 5 пи болады. Ал y-ге ол жаңаға минус жаңағы 2-ден 3 пи. 2-ден 3 пи менен емес, просто 2-ден 3 пи болады. 2-ден 3 пи деп бүйтіп жазуға болады, да? Сонда осындай неше жауап болды? Мынау сонда 3 жауап болды. Бұл бізде қайсы болады? H болады дегенсіз, иә? H болады. Теперь 24-ші есепті көрейік, иә? Есепте бітеді 800 грамм ерітіндіде 40 грамм тұз бар. Осы ерітіндінің 300 граммында неше грамм тұз бар дейді. Сонда бірінші ерітіндідегі тұздың долясын, үлесін, немесе оның пайызын есептейік. Ол үшін біз қайтеміз. Вот 800 грамм ерітінді ол 100% болса, 40 грамма x% деп осын тауып аламыз x-ті, е? Сонда x тең болады 40 көбейтесің 100-ге, бөлесің нешеге 800-ге, да? Неке бүйтіп кетеді. Сонда бұл неше пайыз болады екен? 5% болады екен ғой. Сонда ерітіндінің 5% тұз болады екен, е? Енді былай қарайды істейік. Сонда 300 грамм алса, осымыз жаңағы 100% болса, е? Соның енді 5% y тұз болады деп, енді осы y тұз табайық. Y тұз тең болады 300 көбейтілген 5 бөлесің нешеге? 100-ге бөлесің. То есть бұл неше болады сонда? Бұл бізде болады 15 болады, е? 15 грамм болады. Жауаптарының сан мәні төмендегі аралықтардың қайсысында болады дейді. Төмендегі аралықтардың қайсысында? Мына аралықтарды табамыз, интервал ғой, е? 15 деген сан орналасқан аралық бірінші қай болады? Бірінші А болады, е? 15 деген сан 10 мен 16-ның арасында болады, да? Одан кейін G болады. 12 мен 18-дің арасында болады. 15 деген сан 12 мен 18-дің арасында болады. Вот болды осымен, да? Небіру жауаптар келмейді дегенсіз, е? Так, теперь 25-ші есепті шығарып көрейік, е? Вот 25-ші есепті айтады, е? Кені нормальный жазылып жатыр ма? Бір байқақ, да? Раз, два деп нормальный жазылып жатыр деңіз, е? Так, теңсіздіктің шешімдері болатын жауаптар дейді. Теңсіздіктердің шешімі болатын.
Бірінші осы теңсіздіктің түбірі бар болғандықтан радикалды бұның анықталу облысын табамыз. Бірінші түбір астындағы сан нөлден үлкен және тең болу керек, иә. 3х азайтылған 1 ол 2 минус х ол нөлден үлкен болу керек және тең болу керек 1. Екінші мына жерде бөлшек бар болғандықтан бөлшектің бөлімі нөлге тең болмау керек. То есть 2 минус х ол тең емес 0 болу керек. Осы екеуінен анықтаймыз енді, иә. Анықтайтын болсақ, бірінші вот анықталу облысында екі жағдаймен табамыз. Бірінші А деген жағдайда былай істейік. 3х азайтылған 1 олды 0-ден үлкен және тең. Сосын 2 минус х олда 0-ден үлкен болу керек, иә. Сонда 2 0-ден үлкен санның көбейтіндісі 0-ден үлкен болады. Сонда біріншісінде бізде неме болады? 3х үлкен және тең 1-ге астында 2 үлкен х-тен деген да. Немесе бұл мынандай болады. х үлкен және тең 3-тен 1-ге мына жерде х кіші 2 деп. Осының жауабын сан өсіне белгілейтін болсақ, мына жерде х бар. Мына жерде 2 деген сан бар да, 3-тен 1 бар ең алдымен. 3-тен 1. Сосын мына жерде 2 деген сан бар. Сонда айтады, біріншісі х үлкен және тең 3-тен 1-ден. Екіншісіне х кіші 2-ден дейді. Сонда осы аралық көп тұр ғой, е? Сонда анықталу облысы, сонда бізде х жатады. 3-тен 1-ден 2-ге дейін деген 2 жай жақсы болады. Мұны сонда бізде анықталу облысы болады, е? Бұл анықталу облысы болады. То есть теңсіздікті шешкенде жауабы осы облыстың ішінде болу керек. Сыртындағысы оны кірмейді деген сөз, е? Сыртындағысы кірмейді деген. Енді ә деген жағдайда анықталу облысын қарап көрейік. Ә деген жағдай. То есть сол кезде 3х азайтылған 1 астында 2 минус х кіші деп алып қараймыз ғой оны, иә? Мына жерде 2-ге тең емес деген как раз келіп тұр, иә? 2-ге тең болмау керек. Міне сондықтан жай жақша тұрған жерде. Вот мынандай болғанда бұндай болғанда 3х азайтылған 1 кіші және тең 0 болсында 2 минус х-ің ол да кіші болу керек. Чтобы екеуінің біріне-бірін қатынастырғанда минусты минусқа бөлсең плюс шығады ғой. Осыдан енді есептеп келіп жіберетін болсақ, х жерде кіші және тең 3-тен 1-ден болады да. Екіншісінде мына жерде 2 кіші х-тен болады да, былай қарай. Сонда сан өсіне белгілейтін болсаң, ол былай болады. Мына жерде х 3-тен 1-ден кіші, мына жерде 3-тен 1 деген сан бар да. 3-тен 1-ден кіші деп былай қарай кетеді. Екіншісінде ол жаңағы х 2-ден үлкен болады. Мына жақта 2 болса, одан үлкен болады. Мына екеуінің ортақ шешімі жоқ қой. Бұл жерде х-тің еленеді, ол бос кеңістік деп. Ортақ шешімі жоқ дегенсіз. Сонда анықталу облысы окончательно мынау болады екен, е? Так, енді қайтеміз. Енді теңсіздікті шешу жолына кірейік, е? Теңсіздіктің екі жағын бірдей квадраттаймыз, өйткені екі жағындағы да сан 0-ден үлкен, е? Бірінші жағын квадраттасақ, 3х азайтылған 1 астында 2 минус х үлкен және 1 болады да. Енді бірді теңсіздіктің сол жағына шығаратын болсақ, 3х азайтылған 1 астында 2 минус х азайтылған 1 үлкен және тең 0. То есть просто үлкен 0 да. Ортақ бөлім береміз астында да. 2 минус х, мына жерде 3х
азайтылған 1, азайтылған 2, қосылған 2 болды. Үлкен 0-дан да. Мына жерде неше болады? 4x, 4x, азайтылған 3, астында 2 минус x, үлкен 0 деген сан шығады, е? Осындай сан шығады ғой. Осындай сан шығады. Мына бірінші давайте бөлшектің алымы да бөлімі де 0-ден үлкен болсын да. 4x минус 3 0-ден үлкен, 2 минус x ол да 0-ден үлкен. Бұл бірінші мынау a деген жағдай болсын, е? Сонда мен жерде 4x үлкен 3-ден, мен жерде 2 үлкен x-ден да. Немесе мынау былай болады, е? X үлкен 4-ден 3-ден, мен жерде x кіші 2-ден. Жауабын белгілейтін болсақ, бірінші x-те 4-ден 3 дегеніміз 0,175 қой, где-то мына маңайды, 4-ден 3-ден x үлкен. Мына жаққа кетеді. Екіншісінде x 2-ден кіші. Вот 2 дегеніміз мысалы мен жерде болса, x 2-ден кіші. Бұлай қарай кетеді, да? Бұлардың сонда ортақ шешімі 4-ден 3-ден 2-ның аралығы болады, е? Сонда x жатады. 4-ден 3-ден 2-ның аралығы болады. Бұл бір жауап болды, е? 4-ден 3-пен 2-ның аралығы деп. Енді анықталу облысына кіреме дегенді байқайық, е? Вот осыны анықталу облысымен салыстырып көрейік. Бірінші анықталу облысын жазсақ, 3-ден 1-ден 2-ге дейін. 3-ден 1 дегеніміз межер болсын, е? 3-ден 1-ден 2 деген сан жерде. 3-ден 1 мен 2-ның аралығында болды. 3-ден 1-дің өзі кіреді, да? 3-ден 1 дегенімізде 0,33 қойын, мысалы, е? 0,33 болады деген. Бұл бізде анықталу облысы, да? Ал енді теңсіздіктің жауабы ол былай болды. X 4-ден 3. 4-ден 3 дегеніміз 0,75 қой, ол мына жақта болады. 4-ден 3 0,75, е? Әлде көп бола ма, аз бола ма? Көп болады ғой. 4-ден 3 дегеніміз көп болады, е? 3-ден 1-ден көп қой. Так, бұлай қарай белгілейтін болсақ, 4-ден 3 дегеніміз мына жер болсын, е? 4-ден 3. 4-ден 3-ден, бұл да 2 аралығында, 2 деген, е? Осы аралықта болды. Сонда екеуінің ортақ жауабы бұл жерде неше болады? 4-ден 3-ден 2 ғой. 4-ден 3-ден 2 болады, е? 4-ден 3-ден 2. Жатады, сонда x жатады. 4-ден 3-ден 2 аралығында. Ол бір жауап болды, е? 4-ден 3-ден 2 аралығы дегенде ол бізде А болады, да? Енді екінші жағдайын алып көрейік. Екінші жағдай А дегеніміз ол былай болып тұр, е? Енді жаңағы бөлшектің алымында бөлімі де 0-ден кіші болсын. Сонда 4x 4x азайтылған 3, 4x азайтылған 3 бізде не болады? 0-ден кіші болу керек, е? 0-ден кіші деп аламыз ғой енді. А-да болғанда 0-ден үлкен дедік қой, енді А-да болғанда 0-ден кіші. Тепер астында 2 минус x, ол да 0-ден кіші болу керек, чтобы қатынастар 0-ден үлкен болу үшін. Бұл да сонда жауап мынандай болады дегенсіз. X
кіші 4-тен 3-тен болады да, екісі үлкен 2 болады дейміз. Сонда бұны 2 сан өсіне бітіп белгілейтін болсаң, 2-сі 2. Бірінші 4-тен 3-тен кіші. Бұл жерде 4-тен 3 бар да. Одан кіші десе ол былай қарай кетеді. Екіншісі 2-ден үлкен. 2 деген мына жерде 2-ден үлкен. Бұның ортақ шешім жоқ қой. Бұнда, значит, ортақ шешімі жоқ. Бос кеңістік болады. Бос жиынтық болады. Сонда бұл жерде окончательный жауабы қайсысы болды? Сонда 4-тен 3-тен 2 болды. Окончательный жауабы 4-тен 3-тен 2 болды. 4-тен 3-тен 2 енді бір жауабы 4-тен 3 дегеніміз 0,75 қой. 0,75-тен бұл сонда x жатады. 0,75-тен 2 дейін, да? 0,75-тен 2 деген сан. Ол, значит, с деген жауап болады, иә. Сонда жауабы А мен С болатын болды. Келесі 26-шы есепті. Есеп мына ұқсаған екен. Теңдеулер жүйесінің шешімі x, y болса, төмендегі жауаптардың ішінен x көбейтілген y өрнегінің мәнінің жай бөлгіші болатын сандарды табыңыз дейді. Бірінші қайтеміз. Бірінші теңдеуді шешіп алу керек қой, да? Теңдеуді шешіп алу үшін екінші теңдеудің екі жағын бірде 2 көбейтейік, да? Бірінші теңдеу қала берсін орында 2x азайтылған 4y тең 6 болсын. Екінші теңдеудің екі жағын бірде 2 көбейтейік. 6x қосылған 4y тең 21-де 2-мен көбейтсең 42 болады, да? Екі жағын бірде қосамыз біріне бірін. Сонда 8x тең болады 48 болады, да? 8x тең болады 48-ге, бұдан x тең 6-ға тең болады. X тең 6-ға тең болады. Y-ті табамыз енді. Y тең 2x 2 көбейтілген 6 азайтылған 6. Y тең 6-ға какой 6? Бұны 4-ке бөлеміз ғой. Бөлеміз 4-ке, да? Сонда 12-12-ден 6. 6-ны 4-ке бөлеміз. 6-ны бөлеміз 4-ке. 1,5 шыға ма? 1,5 шығады, да? Сонда x тең 6-ға тең. X тең 6. Y тең 1,5 болады дегіз, е? 1,5 болады. Екеуінің көбейтіндісін табайық. X көбейтілген Y, ол тең болады 6 көбейтілген 1,5. 9 болады, е? Енді осы 9 деген өрнектің жай бөлгішін тапты. Жай бөлгіші 9-дың ол 3 қой. 3 болады просто, е? Так, келесі 27-ші есеп, да? Есепте бүйтеді вот. Орын ауыстырудың немесе жүрген жолдың уақытқа тәуелділік теңдеу берілген. 3 квадрат минус 5 қосылған 27 заңы бойынша түзу сызықты қозғалады дейді. Нүктеліктің қозғалыс басталғаннан кейін 2 секунд болғандағы жылдамдығымен үдеуін тап дейді. Бұл жаңа туындыны пайдаланамыз, балалар. Бұл егер жаңаға нүктенің координаты немесе оның жүрген жолы x болатын болса, жылдамдық дегеніміз осы x-тен бір рет туынды табасың. Үдеу дегеніміз осы жылдамдықтан бір туынды табасың, немесе ол x-тен 2 рет туынды табасың дегіз. Солай істейміз, я. Бірінші жылдамдығын тауып алайық. Жылдамдығы тең жаңағы
берілген теңдеу мына ғой 3t квадрат азайтылған 5t қосылған 27 да. Осыдан енді туын табатын болсақ 6t азайтылған 5. Енді осыған жаңағы тының орнына 2-ні береміз. 2 секунд десе тының орнына 2 береміз. 6 көбейтілген 2 минус 5. Значит, бұдан 12-ден 5 десең 7 метр секунд болады, я? 7 метр секунд болады. 7 метр бөлінген секунд. Бірінші жауап сол да. 7 метр бөлінген секунд. Ол жауабы қайсы? А болады бірінші. Енді үдеуін табамыз. Үдеу дегеніміз ол жылдамдықтан туын табатын болдық қой. Үдеу, то есть үдеу ол жылдамдықтан туын табамыз. Жылдамдық 6 t минус 5 болатын болса, осыдан туын тапсақ, бұдан просто 6 деген сан шығады, 5-тен туын тапсаң 0 қой, тұрақты сан туындысы 0 болады. То есть үдеу 6 метр секунд квадрат болады дегенсіз. Вот мына екеу болады, біткен. А және F. Бұл бізде 27-ші есеп, 27-ші есеп. А емес екен ғой балалар. Мен еме жазып бердім жерде, А емес балалар, өйткені ол метр секунд квадрат болып тұр ғой. Не? Өйткені бізде F болады 6 метр секунд квадрат, ал жылдамдығы 7 метр секунд қой. 7 метр секунд десе ол жауабы H болады, Вот, өлшем бірлігіне тағы назар аудару керек қой. Жылдамдықтың өлшем бірлігі метр секунд болады. Біз солай емес. Так, келесі 28-ші есеп. Есеп былай дейді балалар. Тең бүйірлі трапецияның табан қабырғалары 3 см және 4 см. Ал трапецияға іште есілген шеңбердің радиусы x, төмендегі аралықтардың ішінен x-ке тиісті болатындарын көрсетіңіз дейді. Көрсетіңіз дейді. Бірінші давайте шеңбер жасамыз былай қарай, радиусы x болатын шеңбер сыздық. Мынау шеңбердің жаңағы осьтері да. Мынау центрі да. Енді осыған тең бүйірлі трапеция сызған былай қарай. Тең бүйірлі трапеция сызамыз былай қарай. Мынау бір нүктесі жанасу нүктесі мынау, біреу мынау, бір жанасу нүктесі мынау, бір жанасу нүктесі мынау ғой. Вот белгілейік, Енді айтады бізде, бұның бір табаны 3 сантиметр дейді. То есть мына жақ табаны 3 сантиметр. Бір табаны 4 сантиметр. Мына жақ табаны 4 сантиметр. Бірақ ол тең бүйірлі трапеция болғандықтан, оның іште есілген шеңберді жаңағы жанасу нүктесі арқылы жүргізетін болсақ, бүйтіп через центр арқылы өткізіп, онда ол тең екі бөлікке бөлінеді. Мынау да тең, мына екеуі тең болады, және мына екеуі тең болады, бүйткен. Сонда мынаның мына жағы 1,5 болады. Мынаның мына жағы неше болады? 4 2 бөлсең 2 болады. 2 болады, Енді şu мынандай сөз бар үші да. Шеңберден тыс қара жатқан нүктеден шеңберге үзілген жанамалар жанасу нүктесіне дейінгі қашықтықтар тең болады деген. То есть мына 1,5 болатын болса, мына жерде 1,5 болады. Екеуі тең болады, екеуі. Ал мынау 2 болатын болса, мынау да 2 болады. Өйткені мына нүктеден шеңберге жүзілген екі жанаманың жанасу нүктесіне дейінгі қашықтық тең болады.
Сонда мынаның бүйір қабырғасы бізде неше болатын болды? Бүйір қабырғасы 3,5 болатын болды. Енді жаңағын енді сызсақ былай қарай. Мысалы трапецияның жартысын сызатын болсақ бүйтіп. Трапецияның тікбұрышты трапецияның жартысын бүйтіп сызсақ, бұның мына жағы неше болды? 1,5 болады. Мына жағы 3,5 болды да, 3,5. Ал мына жағы 2 болады, 2 болады. Ал енді мынау жаңағы О нүктесі болады. Мысалы, мынау О нүкте десек, мынау О болады. Сонда оның радиусы X десе, мынау да X болады, мынау да X болады дегенсіз, Енді былай қарай немететін болсаң, биіктік түсіретін болсаң, онда мынау 2x болады, 2x болады. Ал міне біреу тұрған жері, ол жаңағы 2-ден азайтасың 1,5, 0,5 болады. Сонда міне біреу тұрған үшбұрыш, тікбұрыш, үшбұрыш болады. Осының жаңағы Пифагор теоремасымен жазатын болсақ, онда бізде былай болады. Міне 2x бір катеті, ол түбірасында гипотенузасынан ның квадратынан 3,5-ның квадратынан азайтасың келесі катетінің квадратын. То есть ол 0,5-дің квадратын азайтамыз, Бұдан сонда шығады бізде неше деген сан шығады? Түбірасында 12 деген сан шығады. Немесе бұл бізде 3,46 деген сан шығады, Енді x-ті табатын болсаң, 3,46-ны бөлеміз 2-ге. Бұдан сонда шығады 1,73 деген сан шығады, 1,73 дегеніміз қандай аралықта деген тау керек, B деген аралықта болады 0 мен 3-дің арасында. Еще D деген аралықта болады 1 мен 12-ның арасында. Вот осындай болады. Жауы, Келесі 29-шы есеп. Так, бітеді. Функция берілгенде синус 2 минус x қосылған бір бөлінген косинус квадрат 5x деп функцияның алғашқы функциясын тап дейді. Функцияның алғашқы функциясын тауы керек. Мысалы, алғашқы функция дегеніміз не дегенде, ол бұлай болады, Интеграл аламыз просто, Интеграл аламыз. Қандай да бір мысалы интеграл f от x дельта x бойынша интеграл алсаң, сонда одан бір f от x деген үлкен f от x қосылған с деген. Мынау соның алғашқы функциясы, мынау бізден сұрап тұрған. Ал енді f от x дегеніміз ол мына тұрған өрнек міне, Сонда бізде бүйтіп айтады, мынау алғашқы функциясы. Сонда егер алғашқы функциядан туынды табатын болсаң, пай x ол интегралдың астындағы не шығады? Функция шығады. Вот осылай қарай. Соны енді табамыз енді, Так. Біз уже білеміз сонда, мынандай нәрселерді білеміз, біз Синус x-тің туындысы ол косинус x болады, Ал косинус x-тің туындысы ол бізде болады минус синус x болады. Еще тангенс x-тің туындысы ол бір бөлінген косинус квадрат x болады. Так, сонда біз енді ана алғашқы функциясын табамыз десек, туындысы синус болу үшін, міне жерінде синус ол косинус болу керек. Косинустан туынды тапсаң бір минус келеді. Одан мына жерде күрделі функция болғандықтан 2 минус x-тің туындысы дегеннен тағы да бір минус келеді, былай қарай.
Сосын кейін біз мына жерге жазамыз сонда косинус 2 минус x деп. Енді осыдан мына екеуін жаңаға немететін болсақ, плюс болады. Сонда косинус 2 просто мынау былай болады міне. Мынау плюс болады. Өйткені косинустан енді туын табамыз ғой міне. Сонда былай жазайықшы. Просто былай жазайын. Просто минус косинус x деп жазып қояйын бүйтіп, иә. Минус косинус x деп жазып қойсам, дұрыс қой. Минус косинус x деп жазып қойсам, одан минус x-тен туын тапқанда қайта бір минус келеді, сосын плюс болып кетеді. Жаңағы жазғанымыз дұрыс екен ғой балалар. Bir минусты қайтадан көбейтесің тағы бір минуске. Сосын ол плюс болып кетеді. Енді мына жерде 5 косинус квадрат 5x-тен 1 дегенде 1 бөлінген косинус x дегеніміз ол тангенс болады ғой. Тангенс 5x болады. 5x-тен күрделі функция болғандықтан туын тапсақ, ол 5-тен 1 болады. 5-тен 1 тангенс x, тангенс 5x болады. От қарап көрейік сонда. Тангенс 5x-тен туын тапсаң 1 бөлінген косинус квадрат 5x болады. Енді күрделі функция болғандықтан 5x-тен туын тапсаң 5 шығады, 5 пен 5 қысқару керек мына жерде. И қосылған 3-е неме болады? С деген бір тұрақты сан болады. Сонда бізде f от x-іміз неме шықты? Алғашқы функциясы. Сонда косинус 2 минус x қосылған 5-тен 1 тангенс 5x болады. Енді осында жауаптар бар ма деген байқап көрейік. Жауаптар бізде бар. G деген жауап бар міне. G. От мынау келеді. Косинус 2 минус x 5-тен 1 тангенс 5x қосылған 1 дейді. Ну 1 деген с любой тұрақты сан болуға болады. Сондықтан 1-ді қоюға да болады. Ал басқа осындай дәл недерді көрінбейді мынаның ішінде. Жауабының ішінде көрінбейді. Келесі 30-шы. 30-шы есеп. Так, бізде айтады x-тің қандай мәндерінде a мен b-ның көбейтіндісі, екі вектордың көбейтіндісі 12-ге тең болады. Бұлардың көбейтіндісі болғанда қалай жазып жатыр? Мысалы, a мен b-ның көбейтіндісі деген бүйтіп жазады, иә. Егер олардың координаттары жаңағы ax, ay, az болатын болса, b-нікі bx, by, bz болатын болса, онда мынаны бүйтіп жазады мына жерде. ax көбейтілген bx қосылған ay көбейтілген by қосылған az көбейтілген bz болады. Енді орындарына қоямыз. ax бізде нешеге тең? x-ге тең. bx бізде немеге тең? bx минус 1-ге тең, көбейтесің минус 1-ге. Қосылған ay бізде x минус 5-ге тең. by просто x-ге тең, қосасың z, az 4-ге тең, bz x қосылған 1-ге тең. Осы бізде нешеге тең болу керек? Тең болу керек, бұл 12-ге тең болу керек. Енді осы теңдеуді шешеміз. Так, мына өрнектерді неметіп келдіретін болсақ, ең соңында мынандай не шығады екен? x квадрат азайтылған 2x азайтылған 8 тең 0. Осыдан x1, x2-ні тапсаң, x1, 2 плюс минус түбірасында 4 қосылған 4 8 32 болады. Бөлесің 2-ге да. Сонда бұл 2 плюс минус 6 болады. Бөлесің 2-ге да. Сонда бұл жерде x1 тең минус 2-ге тең болады.
x2 просто 4-ке тең болады. Минус 2 плюс 4. С және д болады ғой. С болады, д болады. Мінекеу болмайды дегенсіз былай. Осымен бұл талдауымызды аяқтайық. Балалар, назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.